Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода сіздермен өте нәзік, ерекше болып шығатын балды торт рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ауызда еритін өте ерекше дәмді болып шығатын рецепт. Бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқа, қант, ас содасы, бал табиғи бал алған дұрыс. Және де сары май қажет болады, електен өткізілген ұн қажет болады. Сары майымызды, қантымызды, балымызды біз ыдысымызға салып, орта отта қыздырып аламыз. Орта отқа қоямыз астын, және де біздің қантымыз толықтай ерігенше осылай тоқтамай араластырып тұратын боламыз. Біздің массамыз кішкене қызып бастады. Саусағымызбен осылай қантымыздың еріген ермегенін тексеріп араластырып тұрамыз. Енді қантымыз толықтай еріген соң ас содасын саламыз үстіне. Ас содасын салып жақсылап араластыратын боламыз. Біздің ас содамыз осы балымызбен реакцияға кірісіп, қазір көпіріп, кішкене ұлғайып, ағарып бастайды. Осылай қайнап бастайды. Отымыздың астын енді жайлатып қоямыз. Енді қоңыр түске енгенше массамызды қайнатып, араластырып тұратын боламыз. Біздің балымыз бен қантымыз осылай қоңыр түске еніп бастайды. Балды тортымыз қаншалықты қоңыр түсте болғанын қаласаңыз, сонша ұзақтықта біз осы массаны газ плитамызда осылай ұстайтын боламыз. Біздің массамыз уже дайын. Азырақ суытып аламыз да біз басқа ыдысымызға салып аламыз. Кішкене араластырып суытып аламыз. Енді осы суыған массамыздың үстіне миксерімізбен айландыра отыра біртіндеп жұмыртқаларымызды салып араластырып аламыз. Миксердің жай жылдамдығымен араластыратын боламыз. Осы тортымызға қажетті заттардың бәрін өлшемімен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осылай араластырып алдық мінекей. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымызды салып, ұнымызды да осылай миксердің жай жылдамдығында жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай мінекей араластырып алдық. Біздің қамырымыз дайын, осындай сұйық болады қамырымыз. Енді осы массамызды пісіріп аламыз. Ол үшін бізге пергаментный бумага және де осындай форма қажет болады. Менің формам 24 сантиметрлік, 22 немесе 20 сантиметрлік алсаңыздар да болады. Осы формамыздың астына біз қазір пергаментный бумагамызды салып, осылай форманың ішіне кигізіп, қысып алатын боламыз. Осылай жасасақ, біздің тортымыздың формасы шығады. Немесе осы пергаментный бумагаға карандаш арқылы сызып жасап алсаңыз да болады. Қалған бумагаларымызды осылай қысып жасап алатын боламыз. Осылай мінекей дөңгелетіп жасап алдық. Енді осының ішіне біз осы тортымызды, қамырымызды бөліп салып пісіріп алатын боламыз. Спатуланың көмегімен жақсылап тегістеп жайып аламыз. Өте оңай жасалады. Қызып тұрған печкамызда 180 градуста 2-3 минуттай немесе қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің корждарымыз осындай болып мінекей пісіп шықты. Қызарғанша ұстасаңыз болады. Осы корждарымызды енді толықтай суытатын боламыз. Толықтай суытып барып, біз пергаментный бумагамыздан шешетін боламыз.
толықтай суыған корждарымыздан пергаментный бумагамыз оңай алынады осылай. Біздің корждарымыз осындай жұмсақ болып шығады. Бәрін осылай жасап пісіріп алдық. Толықтай суыған. Енді кремін жасайтын боламыз. Кремі үшін бізге салқын сливки қажет. Салқын сгущенное молоко сапалысынан, қаймақ және грек жаңғағы қажет болады. Грек жаңғағы ол өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Біз ең алдымен сливкиміздің үстіне сгущенное молокомызды салып, осы екі массаны жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде қою формасын ұстайтын крем шығуы қажет. Осылай қоюланып келе жатыр мінекей. Біздің креміміз дайын, міне өз формасын жақсы ұстайды. Жақсылап араластырып алып, үстіне салқын қаймағымызды саламыз. Қаймағымыздың салқын болғаны дұрыс, өйткені су тез бөлініп кетпейді. Біздің кремімізге салып, осы екі массаны жақсылап біріктіріп, астынан үстіне көтере отыра араластырып аламыз. Креміміз дайын мінекей. Енді осы грек жаңғағын осылай майдалап, пышақтың көмегімен мен майдалап үгітіп аламын. Тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыздың астына кішкене кремімізден жағып, бірінші корждарымызды қоямыз. Және де үстіне кремімізден салып, спатуланың көмегімен жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Осы креміміздің үстіне грек жаңғағын, майдалаған грек жаңғағын себетін боламын. Бұл өз қалауларыңыз бойынша, бұны салмасаңыз да болады. Және де екінші корждан бастап біз астына қарата корждарымызды орнататын боламыз. Астынан осылай орнатсаңыздар, сіздің кремдеріңіз жақсы сіңетін болады. Үстіне кремімізді салып, тағы да осылай тегістеп, грек жаңғағын себеміз ортасына. Қалған корждарымызды да осылай орнатып, біз тортымызды жинайтын боламыз. Кремімізден бөліп осылай ортасына саламыз. Қалған корждарымызды осылай жинайтын боламыз. Ең соңғы корждарымызды қойған соң, үстіне осылай жұқалап тағы да крем жағатын боламыз. Шет-шеттерінде кремді айналдыра отыра жағып, холодильнигімізге тоңазытқышымызға 1-2 сағатқа қойып аламыз. Енді әсемдейтін боламыз. Әсемдеу үшін бізге бір коржды осылай майдалап, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Біздің торттарымыз тоңазытқышта тұрды. Енді кремдерін осылай жан-жағына жағып әсемдейміз. Әсемдеу үшін жаңағы блендердің көмегімен езіп алған ұнтағымызды үстіне жақсылап сеуіп шығатын боламыз. Біз ұнтақтарымызды қапталына да осылай жабыстырып, әдемілеп, әсемдеп шығамыз. Ұнтағымыздан азырақ бөлігін ситаның көмегімен осылай үстіне елеп шығатын боламыз. Сонда біздің торттарымыз өте тамаша әдемі болып шығады. Мен әсемдік үшін үстіне осындай трафарет қойып, ситаның көмегімен сахарный пудра себетін боламын. Гүлдің немесе басқа да бір суреттермен алсаңыздар да болады. Кондитерлік магазиндерінде сатылатын болады. Үстіне осылай қойып әсемдесеңіздер болады. Біздің торттарымыз дайын. Қазір кесіп көрсететін боламын. Біздің торттарымыз тоңазытқышта 1-2 сағат тұрған сәтте кремдері жақсы тез сіңетін болады. Және осындай нәп-нәзік болып, жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Ортасында жаңғақтарымен өте ерекше дәмді болып шығады. Қонақ дастарханның көркін ашады. Біздің тортымыз дайын, астарың дәмді болсын.